Сонда олар сенен қанша алды? 7 миллион. Ё-моё. Енді олардың үстінен арыз жаздың ба? Иә, бірақ ол жерде олар табатын анық емес. Қазір күте тұршы. Сәлеметсіз бе, менің атым Сергей Иванов, мен Ваша Право халықаралық компаниясының аға заңгерімін. Қазір күте тұршы. Біз Балқаш Инвест платформасына қатысты сот процесін жүргізіп жатырмыз және сіздің зардап шеккендердің бір екеніңізді білеміз. Біз сіздің ақшаңызды қайтаруға көмектесуге дайынбыз. Мен саған қайта хабарласайыншы, маған дәл осы мәселе жөнінде жазып жатыр. Қане? Сәлеметсіз бе? Ал оны қалай қайтарасыз? Сен не, шынымен олар саған ақшаны қайтарады деп ойлайсың ба? Білмеймін, бірақ байқап көруге болады деп ойлаймын. Құдайым-ау. Бұл алаяқтар ғой. Сенен ақша ұрлаған адамдардың өзі. Қалайша алаяқтар? Жүрме, саған бәрін түсіндірейін. Кеттік. Сонымен біздің қонысымызға қош келдің. Танысып қой. Бұл сенің 7 миллион теңгеңді ұрлаған алаяқ. Ал бұл саған көмектескісі келген заңгер. Заңгер болғанда қалай? Жалған заңгер. Рас па? Әрине, заңгерлердің барлығы бұл елде кімнен ақша ұрлап жатқанын білет деп ойлайсың ба? Олар бір-бірімен сөйлеседі ғой. Ал сенің оған толық сенуің үшін ол саған өз компаниясының құжаттарын, қандай да бір есептерді, лицензияларды, клиенттердің пікірлерін жібереді. Қысқасы өтірік жаза салады. Ал сен оған сенесің, дұрыс па? Сонда бұл жалған деректер ме? Енді әрине. Егер мен саған айтпасам, сен сенер едің. Ал ол саған, сен оған не жазатын едің? Шартқа қол қою үшін сізге компанияның қызметкері үшін 50 000 сомасында ақы төлеу қажет. Міне осылай. Ойлап көш. Саған 2 есе ренішті болар еді. Олар ақшаны басқа шотқа жіберуді сұрайтыны түсінікті. Сен оған бұл ақшаны жіберген сәтте олар жоқ болып кетеді. Мына алаяқтар сияқты. Олар қайда? Болды, олар енді жоқ. Мақсат орындалды.